барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Менде жаңадан оқырмандар өте көп қосылып жатыр. Шүкір. Менде почти 480-ге аз қалды. Негізі сіздер маған 500 жеткізесіздер деп ойлаймын. Ал ендеше біз бұл видеоны бастаймыз. Бұл негізі мен сіздерге 2 видео түсірем деп ойлаған болатын. Но қазір мен сіздерге unpacking видео түсіргім келіп тұр. Осы қысқа алған киімдерім, жалпы осы күздік-қыстық киімдеріме распаковка болсын. Бірінші образымыз осындай қара джинсымен осындай көп айтып кеттім иә. Осындай кофта. Осындай қара джинсы маған қатты ұнады. Шыны керек. Менде бұрын особо мен джинсы кимеймін, бірақ та джинсы маған қатты ұнады. Кофта екеуі әдемі жасады. Енді кофтаны андай шалбар, любой шалбармен де киюге болады. Өздеріңіз былай қысқартты, ұзындатты, былай әдемі көрінеді. Әдемілігі үшін және өте жылы, денеме өте әдемі тұрады екен. Короче, сол үшін алдым. Бірінші образымыз ұнады ма, қай образына жазып кетіңіздер, инстаграмға тіркеліп кет. Екінші образ бізде қазір образ осындай қара свитермен сарафан. Менде 2 сарафан алдым. Біреуісі осындай. Короче, бұл ұзын, ұнаған жерлерінің бірі, ең басты қысқа емес. Денеге ыңғайлы тұрады. Енді әдемі. Қонаққа шақырғанға бір жай киіп баруға болады. Жалпы осындай әдемі. Үшінші образ тоже осындай сарафан, бірақ мен мына жерін кішкене нетіп, қазір ғана нетіп үзіп алдым. Тимесін. Вот осындай сарафан. Енді қай сарафанды бұл жерде жасап білмеймін. Бірақ мына сарафанмен кішкене қызық көрініп қалам. Үшінші образ бізде осындай, короче, сары свитермен қара типа джинсиге ұқсас. Достар, мен осымен кішігірім look of the day видеоларым бітті. Бірақ та негізі әлі көп. Менде киім бұрысы бәрін көрсеткен десем, шкафым қазір шашылып кетті. Қазір мен сіздердің кішігірім сұрақтарыңызға жауап бере кетейін. Видео бізде қысқа болып қалды. Менде жаңадан келген оқырмандар көбісі мен қай сынып оқитынымды білмей жатады. Мен 9 сынып оқимын. 2007 жылғымын, 15-темін. 9 сынып оқимын. СММ-ді қайдан оқыдың, СММ туралы айтшы деген көптеген сұрақтар келеді. СММ туралы жеке видео шығаратын боламын. Немесе қазір кішігірім айта кетейін, СММ дегеніміз қазір нарықтағы мамандықтың бірі. Инстаграм парақшаларды жүргізеді, содан табыс табады үйде отырып, или барып офлайн, онлайн өзі біледі. Мен өзім СММ-ді 1 жыл болды оқығаныма, 1,5 жылдай болдым. СММ-ді жалпы жақсы меңгердім деп айтсам болады, онлайн оқыған болатынмын. Сол қазіргі таңда адамдарға консультация беремін СММ бойынша. Яғни СММ дегеніміз не? Және психологияда бар. СММ-де WhatsApp психологиямен консультация өтемін. Армандарын анықтап А точкасынан Б точкасына жетемін. Сонымен қатар СММ туралы кішігірім ақпараттар беріп өтемін. Ал менің консультациямна жазылғыларыңыз келсе, өздеріңіздің А точкаларыңызды анықтап Б точкаларыңызға жетіп, арман жолдарын білгілеріңіз келсе, жалпы оны инстаграм парақшамда беретін боламын. Вот, жазылып кетсеңіздер болады. Тағы қандай сұрақтар бар маған қоятын? Сіздердің сұрақтарыңыз енді инстаграмда көбінесе барлығы СММ туралы да. И вот, поэтому мен сіздерге тек СММ туралы айттым. Осымен қысқа нұсқа видеолар аяқталды. Мини сұрақ жауап 2-3 болсын. Вот, осымен рахмет қарағандарыңызға.